Қайырлы күн, Төлеулі Жұмағазұлы. Біздер Мұғалжар аудандық жастар ресурстық орталығынан келіп отырмыз. Бізде осы апталық еңбек күніне арналып отыр арнайы жоспармен. Осы жоспарға сәйкес бүгін сізден сұхбат алуға келіп отырмыз. Өзіңіз туралы және қай салада еңбек етіп жүргеніңіз туралы айта кетсеңіз. Мен Махимов Төлеулі Жұмағазұлы, менің аты жөнім. 1958 жылы туылдым. Негізгі мамандығым менің педагог, мұғаліммін, тарих пәнінің мұғалімімін. Алғашқы еңбек жолымды Шұбарқұдық қазақ орта мектебінде тарих пәнінің мұғалімі болып бастап, кейінгі жылдары мемлекеттік қызметке ауысқан болатынмын. Ол советтік дәуірде аудандық комсомол комитеті деген болды. Сол жерде қызмет еттім. Одан кейін аудандық партия комитеті деген болды. Сол партия ұйымында, аудандық партия ұйымында жұмыс жасадым. Одан кейін совет органдарында қызмет еттім. Кейінгі жылдары әкімшілік құрылған кезде Темір және Мұғалжар аудандарында аудан әкімі аппаратын басқардым. Зейнеткерлікке Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту орталығы мекемесінің директоры қызметінде жүріп зейнеткерге шықтым. Қазіргі таңда Мұғалжар аудандық қоғамдық кеңесінің хатшысы болып қызмет жасаймын. Жастарға еңбек ету, мамандық таңдау тұрғысында қандай кеңес берер едіңіз? Өмір бойы еңбек еттім. 1979 жылы Гурьев педагогикалық институтын тәмамдағаннан кейін алғашқы еңбек жолым мұғалімдіктен басталды. Одан кейін 1982 жылдан бастап мемлекеттік қызмет атқарып келдім. Осы уақыттың ішінде біз мемлекеттік қызметші дегеніміздің өзі мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы тұлға, халықтың құлы болып есептелінеді. Біз белгілі бір тәртіпке бағынып қызмет еттік. Осы еңбек жолында неғұрлым таза, әділ қызмет жасауға барлық күш-жігерімді жұмсадым. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін кезде де осы еңбектен қалмай әлі күнге дейін жұмыс жасап келем. Мен жастарға айтар бір-екі тілегім бар. Жастарды неғұрлым білімді болуға шақырам бүгінгі таңда. Мынау Қазақстан Республикасының биылғы